Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Ашу тастың пайдасы. Ашу тасты бәріңіз білетін шығарсыздар. Ол науатқа ұқсас кристалды зат. Ашу тас шикідей немесе күйдіріп жасайды. Егер оны қазанға салып қайнатса, суы буланып көбейеді. Ел арасында мұны өңделген ашу тас деп айтады. Енді ашу тастың қандай ауруларға ем болатынына тоқталайық. Қазақтың халық емінде оны бірқатар ауруларға қарсы қолданған. Мұрын қанағанда ашу тасты ұнтақтап, суға езіп мұрынның ішіне тамызса, қан сап тыйылады. Тіс ауырған кезде сірке суына немесе балға қосып қайнатып, ауызды шайқаса, тіс етінің қабуын қайтарады. Адам құсқанда белгілі бір мөлшерде қайнаған сумен ішсе, ем болады. Өңделген ашу тас пен күйдірілген гипстің әрқайсысынан 20 граммнан алып, оған вазелинді қосып араластыру арқылы май дәрі жасауға болады. Ашу тас қышыма мен бөрткенге пайдалы. Сондай-ақ, адам талма ауруына ұшыраса, 60 грамм ашу тасқа 120 грамм шай жапырағын қосып, талқандап, күн сайын 6 граммнан ішу керек. Ашу тастың орысшасы кварц деп аталады. Аптекада ұнтақталған түрі сатылады. Сіздермен бірге болған Мадина, халық емі. Тіркеліп лайк басыңыздар. Алла разы болсын.